Бүгінгі видеода саумалдың пайдасы және саумал қандай ауруларға ем, оны қай уақытта ішуге болады, сол туралы білетін боласыздар. Денсаулығыңызға маңызды ақпаратты жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып және саумал туралы достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Саумал жаны сауылған бие сүті адам ағзасына тез сіңіп, түрлі асқазан ісік ауруларына ем, қан құрамын реттейді, тіпті белгісіздікті жояды дейді мамандар. Соңғы жылдары саумалмен емдеу орындары, нақтырақ айтқанда, бие баудың басынан саумал ішетіндер көбейді. Бұл бір жағынан қуанарлық, екінші жағынан қызығарлық, құптарлық жағдай. Ендеше саумал деген не нәрсе? Саумал жаны сауылған бие сүті, дәмі тәтті, көп ішіп тұратын жұмсақ әрі тез сіңетін қасиеті бар биологиялық табиғи өнім. Ол физикалық және химиялық құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын болып есептеледі. Бұл тұрғыдан алғанда ешкі сүтінен де жақын. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, оттек және организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, магний, бром сияқты минералдар, С, А, В1, В2, В6, В12, Е, ПП дәрумендері бар. Жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екендігі анықталып отыр. Саумалдың құрамындағы көп сұйық оттегі әр жасушаға жетеді. Адам организміне тез сіңіп қана қоймай, түрлі асқазан жараларына, ісік ауруларына ем, өкпе, бауырды қуаттандырады. Қан құрамын реттеп, қантты реттейді. Сонымен бірге белсіздікті жойып, генді қалпына келтіру рөлі бар деп есептейді мамандар. Саумалға екінің бірін қол жете бермейді. Оны белгілі бір қалыпта ұстап тұру да қиын. Бие сауғаннан кейін 10-15 минуттың ішінде ішілмесе, сүт өзгеріске ұшырайды. Ол сізге ем болмайды. 15-20 минуттан кейін сүт қышқылы көтерілуіне байланысты саумал асқазанға ауыр болуы да мүмкін. Оның құрамындағы витаминдердің өзгеруіне байланысты асқазандағы қышқыл көтеріледі де адамның іш жүруі немесе құсуы мүмкін. Егер үнемі күнде саумал іше алмасаңыз, оған жағдайыңыз болмаса, бара алмасаңыз, онда қазір күшті жаңалық шықты. Яғни капсула түрінде бар саумал. Капсула түрінде алу үшін описание номер жазып кетемін. Сол жерден толығырақ білетін боласыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар. Ананың сүтінің құрамында лизоцин дейтін элемент бар, осы сол биенің сүт құрамында бар. Ол қандай рөл атқарады десеңіз, сол өттегі тасты ертуге, яғни приступсыз кіші дәретіңіз арқылы қиыршық құм болып шығаратын болады. Отасыз отасыз кіші дәрет арқылы қиыршық құм болып шығарған біз өзіміздің тәжірибемізде осы саумалды қолданған адамдарда соны көргенбіз.